Ешкімді тыңдамаңыз. Біреу үшін біліміміз аз, біреулер үшін жалқаумыз. Біреулер үшін аңқаумыз, біреулерге мақтаншақ, өрге-күрек, адамгершілігі жоқ адамбыз. Және тағысын тағы. Ал өзіміз үшін кімбіз осы? Есіңізде ұстаңыз. Өзгелердің сіз жайлы не ойлайтыны маңызды емес. Сіздің өзіңіз жайлы не ойлайтыныңыз маңызды. Өйткені өзің жайлы не ойлайсың, тура сондай боласың. Ал сізге ақыл айтқыш, сын таққыш адамдардың ақылы мен сынын қабылдағыңыз келсе, өзіңізге іштей сұрақ қойыңыз. Ол кісі сіз таңғалатын табысқа жетті ме? Армандарын орындады ма? Ақыл немесе сын айтып отырған саласында терең білімі немесе өмірлік тәжірибесі бар ма? Егер де осы сауалдардың жауабы жоқ болса, жас үлкен ғой, туысым, досым маған жаны сүйді ғой деген сөздеріне ере бермеңіздер. Жамандардың жаман әдеті өзі жығылып жатып, сүрінгенге күлу екенін естен шығармаңыз. Ал маған ақыл айтып, сырттан сын тағып жүрген ағайындарға айтарым. Сіз өзіңіз не бітірдіңіз? Сенбейтіндерге айтарым. Аллам бұйыртса жеңемін, жеңгенмін, жеңе беремін. Өйткені басқалай қолымнан келмейді. Барлығында уақыт көрсетеді. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Құрметті достар, осы видеомды соңына дейін көргендеріңізге мыңда бір рахмет. YouTube каналымызға жазылыңыздар, подписаться мәзірі арқылы лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.